Сәлеметсіңдер ме балақайлар? Бүгінгі оқу әрекетіміз онлайн түрде болады. Ал сабағымыздың тақырыбы қызыл телпек ертегісі. Ұйымдастырылған оқу қызметі ересек топқа арналған. Сабақтың мақсаты таныс сюжеттер бойынша ертегілерді драмалауға, ертегі желісін ретімен орындай білуге үйрету, балалардың сөздік қорын молайту, ойлау, есте сақтау қабілетін дамыту, қиын кезде достарына көмектесе білуге тәрбиелеу. Әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, ой қозғау, салыстыру. Көрнекіліктері: қызыл телпек ертегісінің кейіпкерлері. Қане балалар, тұрайық, шаттық шеңберін құрайық. Ал балалар, менің артынан қайталаңдар. Біз қандаймыз, шұғылалы таңдаймыз. Күлімдеген күндейміз, ренжуді білмейміз. Қуанамын мен де, қуанасың сен де. Қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Жарайсыңдар балақайлар, ал енді орындарына жайғасыңдар. Оқу әрекетімізді бастамас бұрын пысықтау сұрақтарын жүргізейік. Қазір қандай мезгіл? Көктем мезгілінде неше ай бар? Олар қандай? Көктем мезгілінде қалай киінеміз? Балалар, суретке қарайықшы, кімдерді көріп тұрсыңдар? Қандай ертегінің кейіпкерлері? Ертеде қызыл телпек деген қыз болыпты. Бірде анасы шақырып: «Қызым, әжеңе барып, базарлық апарып бер» деп, қызын әжесінің үйіне жұмсап жібереді. Қызыл телпек әжесінің үйіне орман ішімен келе жатыр. Ал бұл орманда сұр қасқыр мекендейтін. Қыз оны білмей, сол жолмен қорықпай жүре берді. Жолда қызыл телпектің алдынан сұр қасқыр кезігіп, қыздан қайда, не үшін бара жатқанын сұрап алады. Қызыл телпек бар жайды баяндап береді. Қыздан әжесінің қайда тұратынын сұрап алып, қасқыр асығыс қоштасып, орман ішімен жорта жөнеледі. Неткен сыпайы қасқыр деп ойлайды қыз. Ал қасқыр болса, қызыл телпекті озамын деп, қысқа жолмен барып, әженің үйіне жетіп, есігін қақты. Әже есіктің тарсылын естіп: «Бұл кім?» деп сұрады. «Мен ғой, сенің немерең, қызыл телпекпін» деп сұр қасқыр жауап қатты. «Жіпті тартып қалсаң, есік ашылады балам». Қасқыр жіпті тартып қалып еді, есік ашылды да кетті. Сұр қасқыр үйге баса көктеп кіріп, әжені бас салып, жұтып қойды. Оның орнына жатып, көрпені жамылып, қызыл телпекті күтпекші болды. Шамалдан соң қызыл телпек келіп, есікті қақты. «Бүлдіршінім менің, жіпті тарсаң, есік ашылады» деді. Сұр қасқыр қырылдап, қарлыққан дауысымен. Қызыл телпек үйге кіріп: «Әжетай, даусың өзгеріп кетіпті ғой. Не болды?» деп сұрады. Ал қасқыр: «Саған тиіп қалды, оған көңіл аударма балам» деді. Қасқыр көрпе астынан салап қараса, қыз оған: «Әжетай, көзің неге үп-үлкен?» деп сұрайды. «Сені жақсы көру үшін балам» дейді қасқыр. Бір уақытта сұр қасқыр көрпеден қылқиып шыға келді. Қызыл телпек оны көріп: «Әжетай, тісің неге өткір?» дейді. «Сені жылдам жеп қою үшін өткір» деді қасқыр дауыстап. Содан қызыл телпекке тап берді де, бірдемде жұтып қойды.
қасқырдың қарны қампиғаны сонша орнынан қозғала алмай қалды. Осы кезде әженің үйіне ағаш кесушілер қонаққа келіпті. Қасқырды көріп, оның қарнын жарып, ішінен аман-сау әжесімен қызыл телпекті шығарып алды. Одан бері қызыл телпек бейтаныстарға сене бермей, сақ жүретін болыпты. Оқу іс-әрекетімізді қорытындылайтын кез жетті. Сендерге ертегі ұнады ма? Анасы қызыл телпекті қайда жұмсады? Қызыл телпекке кім кездесті? Қай жерде? Қызыл телпек не деп жауап берді? Қасқырдың қарнын жарған кім? Балақайлар, оқу іс-әрекетіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.